Мағжан Қыстаубаев Rocket компаниясының басшысы болып келем. Біз жасанды интеллект технологияларын қолдана отыра мұғалімнің жұмысын, өмірін жеңілдетумен қатар білім беру деңгейін көтерумен айналысуға тырысып жатырмыз. Ең алдымен жасанды интеллект не үшін керек деген сұраққа жауап бере отыра мұғалімге кері байланыс берумен айналысамыз. Өйткені қазір lesson study дұрыс қарастырылып жатқан жоқ. Мұғалімдер өкінішке орай өте кеш жағдайда кері байланыс алады. Кері байланыс болғанда оқушының үлгерімі, оның сабаққа деген қызығушылығы тек қана жылдың соңында 90-дық баға ретінде ғана көрінеді. Ал уақытылы осы сабақтан кейін қандай нәрселерімді жақсартсам болады, осы сабақта қандай тақырыптарды қозғалдым, қандай тақырыптарды қозғай алмадым, неге уақыты жетті, қандай мәтінді не тақырыпты оқушы түсінді, түсінбеді, оны уақытылы меңгеру қиын. Біз сонымен айналысамыз. Енді бүгінгі осы teacher speed dating форматы өте қызық, сондай көрнекі болды. Неге? Өйткені бір шетінен магистр студенттері бізге келіп ротация болды. Әр 7 минут сайын группалар ауысып отырып, өзекті мәселелерді талқылай алдық. Өзімнен енді рефлексия жасайтын болсам, тенденция бойынша енді кішкене магистратурадағы мұғалімдер жұмыс тәжірибесі жоқ. Олар көбінесе глобалдық нәрселерді шешкісі келеді. Ол кішкене қате көзқарас. Ол көзқарасты алып тастау керек. Ал менің қоршаған ортамда дәл қазір мен не істей аламын? Сол заттарға көбірек көңіл бөліп, солармен айналысу керек. Керісінше тәжірибесі бар мұғалімдер, олар более приземленный десек болады. Өйткені олар жұмыс істеп көрген, магистратураға келгенде, ертең қайтадан жұмысқа барғанда қалай болатынын кішкене түсініп отырады. Соның арқасында олардың зерттеу аумағы да, қойылатын сұрақтары да кішкене шектелген. Бұл айтқанда think global, act local сияқты бүгін біз үлкен нәрселерді де қарастырдық, бірақ үлкен нәрселерге қатты, бұл айтқанда демагогияны жасамай, локалды түрде өзекті мәселелерді талқылауға тырыстық. Бұндай формат меніңше күшті, өте күшті. Неге? Өйткені нарық пен білім мына жақта бірге қосылып жатыр. Бүгін бізде жұмыс жасап жатқан мектеп басшылары да болды, эдтектің басшылары болды, тәжірибелі ұстаздар да болды. Осы бүкіл сливкидан, былай айтқанда, аудиторияны жинап, студенттер емін-еркін түрде ой алмаса алды. Сонымен қатар өздерін де кейін оқуды бітірген соң қандай жақта зерттеу жасайды, немесе тезистік диссертацияға да тақырыптарды, мысалы, үлкен площадка құрылды. Бүгін қатысқан кез келген менторларға барып, зерттеуді бірге жасаса десе, меніңше бәріміз қолдаймыз. Сондықтан рахмет көп.